Я хочу обратиться к Жигули Малдыкалыковичу, партии АУЛ. Вы знаете, у вас тоже замечательная программа. 30 лет мы слышим одно и то же. АУЛ гибнет, АУЛ гибнет. Я очень искренне хочу, чтобы ваша партия тоже прошла в парламент. И поскольку вы человек опытный, я имею в виду с политическим большим опытом, вы уже видите, я формирую будущую парламентскую коалицию. Как вы смотрите на то, чтобы Байтак, АУЛ и Народная партия объединились в будущем парламенте и одновременно решали мощную социальную политику, внедряли в народ, экологические вопросы и особенно вопросы АУЛа связаны? Енді Ереке, мен сізді бұрыннан білем. Мен де білем. 90-шы жылғы коллегамызсыз ғой енді. Сондықтан сұрағыңыз өте орынды. Бүгінгі жағдайда енді ол алдын ала сәуегейлік айтуға болмайды. Мынау халық шешеді 19 наурыз күні. Егерден мынау ауыл партиясын осы жерде тұрған барлық партия қолдап, халық қолдап өтетін болсақ, сіздің сұрағыңызға сол кезде мен барып жауап беремін. Ал бірақ та бүгінгі күнде расында да ол ауылдың жағдайы қиын екені рас, оны алдағы уақытта тағы да айтамыз. Енді бұл жерде бір минутта бұл теманың барлығына мен жауап бере алмаймын. Жоқ, мен сәттілік тілеймін. Сондықтан оны уақыт көрсетеді. Сұрағыңызға рахмет.